Жылқыны тез семірту үшін шаруа дәстүрлі тәсілдерді ұсынады. Бордақылауда ең бастысы құнарлы жем. Ірі қара сапалы ет беру үшін сойыр алдында жемге байлап қолдан семірту маңызды. Бордақылау ұзақтығы түліктің түріне, малдың жасы мен бастапқы салмағына байланысты деседі. Оған ара-тұра түрлі қажетті дәрумендер беру де артықтық етпейді. Тіпті өз семіртетін малдарға арнайы балықтың майын беретінін айтты. Жылқы малы тікшек болады. Әрқашан тойып тұру керек. Күйіс қайтара алмайды, адал, баққанға ештеңе жетпейді. Және де біз береміз, балықты майын береміз. Өзіміз балықты майын алып кеп Россиядан, соны беріп, 100 граммнан беріп, соның өзі-ақ жеткілікті. Жылқыға? Қара малға да, сиырға да, жасыл жоңышқа мен бидай қайнатып тұрып, балықтың майын беріп тұрып бақсаң, соның өзі керемет. Ертең бала шағаңа да қорықпай, тамағыңа да сол бере бересің асты. Қазір қожалықта ірі қараның Әулиекөл, Ангус сынды тұқымы бордақылануда. Шаруа олар салмақ жинау үшін кемінде 100 күннен 6 айға дейін уақыт кететінін айтады. Өзге өңірден әкелінген ірі қаралар алғашқы 1 ай бойы оқшауланады екен. Санынан гөрі сапасына қызығып жатыр. Сол үшін Қостанай өңірінен әкеп көріп амалдап жатыр енді. Экспериментальный дейді ғой. Ангус порода, Әулиекөл порода, жылқыдан да полутяж порода, еттің пародасын. Табиғи азықтандырудың арқасында мұндағы сапалы етке сұраныс жоғары. Жергілікті нарықтан бөлек өнім Астана, Алматы, Шымкент сынды қалаларға жөнелтіледі. Енді болашақта кәсіпкер шаруашылығын кеңейтіп, экспортқа шығуды жоспарлап отыр.